Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Айгерім. Мен дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастап жүрмін. Уже 12 килограмм салмақ тастадым. Және осылай өзім дайындайтын ПП рецепттермен YouTube'да да бөлісіп тұрайын деп шештім. Мен бүгін овсяно блиныйдың рецебімен бөлісейін деп тұрмын. Ингредиенттері өте оңай, әрбір ас үйден табылады. Және ол завтракқа және полдникқа өте күшті болады. Егер рецебім ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен 40 грамм овсянка кәдімгі геркулес керек болады. Оны өлшеп алғаннан кейін 2 белок, 1 жылтоқты саламыз. Өйткені жылток майлы болып келеді, сол үшін мен обычно 2 жұмыртқа пайдалансам, соның бір ғана сарысын қолданамын. Дәміне қарай шым-шым тұз саламын және сахар заменитель саламын. Сахар заменитель менде фит барады. Мен жартысын салдым. Егер тәтті болғанын қаласаңыз, осы бір пакетігін салсаңыз болады. Енді осы қоспаларды жақсылап блендермен араластырып аламыз. Бұл овсяно блиныйдан мен ПП пиццада дайындаймын. Овсяно блиныйдың өзіне әр түрлі начинкаларды сала берсеңіз болады. Әрине, егер сіз салмақ тастағыңыз келсе, онда ППда жейтін әр түрлі начинкаларды салуға болады. Біздің қоспамыз дайын. Енді сковородкамызды орташа отта қыздырамыз. Мен бұны майсыз пісіремін. Егер сіздің сковородкаңызға жабысып қалады деп ойласаңыз, онда капелька май тамызып, оны щеткамен жағып, солай дайындасаңыз болады. Ал менің сковородкама жабыспайды, сол үшін мен ешқандай май салмай осылай дайындай беремін. Массаны салып болғаннан кейін жақсылап осылай жайып шығамын. Әрбір беті шамамен 3-4 минутта пісіп шығады. Бастысы отты қатты қыздырмау керек. Қатты қыздырсаңыз күйіп кетеді. Осылай бір беті піскеннен кейін екінші бетіне ауыстырамын. Мен 2-3 түк овсяно блины пісірдім. Өйткені 2 түрлі начинкамен жасап көрсеткім келіп тұр сіздерге. Енді осы 2 овсяно блиныға начинка салатын боламыз. Менде біріншісі овощной болады, екіншісі греческий йогурт және зеро деген қантсыз сироппен болады. Бірінші овсяно блиныға мен лист салата, огурцы, помидор және сыр саламын. Сырды мен кішкене микроволновкада ерітіп жібердім. Негізі овощтар жоқ болып жатса, құр сырдың өзін салып, микроволновкаға ерітіп жіберсеңіз, тоже өте дәмді болады. Мен өзім көбінесе солай жасаймын. Келесі екінші блиныға осындай теос деген греческий йогурт қосып жатырмын. Осындай греческий йогурттарды пайдалансаңыздар, қаймақтың орны өте жақсы және проценті өте аз. Майлылығы бір 2-4% йогурттарды магазиндерден табуға болады. Одан кейін мен осындай зеро деген қантсыз сироптарды пайдаланамын. Және егер салмақ тастап жүрген кезде тәтті жегілеріңіз келсе, сіздерге де кеңес беремін. Әр түрлі дәмдері бар. Біздің овсяно блинылар дайын болды. Мен бұл овсяно блиныларды таңғы асқа және полдникке жиі жасаймын. Өздеріңіз көріп отырғандай құрамы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Келесі жолы осы овсяно блиныйдан қалай ПП пицца дайындайтынымды көрсетемін. Егер сізге дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастау жайлы қызық болса, каналыма тіркеліп алыңыз. Мен әр түрлі ПП рецепттермен бөлісіп отырамын.